Көзімізге елестетейік. Жер бетіндегі барлық жәндіктер жойылып кетті. Бір қарағанда өте қуанышты жаңалық секілді. Жазғы күндері масаның ызылдаған дауысынан қорықпай, су жағасында отыра аламыз. Орманда серуендегеннен кейін үстімізге кене жабысып қалды ма деген уайым болмайды. Әлем жәндіктер тарататын малярия, денге безгегі сияқты сұмдық ауруларды ұмытады. Жәндіктер барлық инфекциялы аурулардың 17%-ын тасымалдайды. Ит мысықтар биттерден арылады. Колорад құрттары мен шегірткелерден зардап шегетін шаруалардың жемістері артар еді. Жәндіктерді қару ретінде қолдану деген ойға кірмейтін дүние болады. Себебі қазіргі кезде жәндіктер эпидемия туындататын немесе дәнді дақылдарды жоятын қару ретінде қолданылады. Жердің салмағы жеңілдейді. Өйткені тек құмырсқалардың салмағы жердегі барлық адамдардың салмағымен тең. Бірақ рахат өмір ұзаққа созылмайды. Айтқандай ассалаумағалейкум. Бұл әдеттегідей Шакамура арнасы. Егер лүпіл басып арнаға жазылған болсаңыз, бастайық. Аралар жойылғаннан кейін көп ұзамай нағыз ақыр заман басталады. Бұл жәндіктер қазірдің өзінде жылдам азаюда. Еуропада жыл сайын аралар саны 15%-ға кемуде. Оған қоса ақш-та, Латын Америкасында және Азияда шаруалардың токсинді у қолдануына байланысты экологияның нашарлау кесірінен, ормандардың жойылуынан және аурулардың салдарынан аралар 3 есеге азайған. Ғалымдардың айтуынша осы қанатты жәндіктерге ұялы байланыс толқындары өте қауіпті. Зерттеушілер әлемдегі өсімдіктерді тозаңдандыру үшін аралар жеткіліксіз деп дабыл қағуда. Егер осылай жалғаса беретін болса, 2035 жылға дейін аралар мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Бұл өсімдіктерге үлкен көлемдегі зардап алып келеді. Себебі аралар барлық өсімдіктердің 80%-ын тозаңдандырады. Олардың арасында алма, қауын, цитрусты жемістер, пияз, орам жапырақ, асқабақ, аспұршақ, бұрыш, қияр, қызанақ, кофе, какао, авокадо, кокос және жер тозаңдандыруды барлық жаңғақтар мен жидектер қажет етеді. Әрбір ара күніне 7000-ға жуық гүлді тозаңдандырады. Сол себепті ара болмаса, осы өсімдіктердің бәрі жойылады. Ал бұл өз кезегінде бүкіл әлемдік аштыққа алып келеді. 4 түлік мал азықсыз қалады. Салдарынан сүт пен ет жоқ. Аралар мақтаны да тозаңдандыратынын ұмытпаңыз. Таза мақтадан жасалған киім жаздың аптап ыстығында денені салқын ұстап, ауа өткізетін материал. Бүгінгі күні одан 70% ер және 65% әйелдер киімі тоқылады. Сондықтан мақтасыз қалған адамдар синтетикадан немесе теріден жасалған киімге өтуге мәжбүр болады. Бірақ өсімдіксіз қалған шөпқоректілер жоқ болғандықтан теріде тапшы. Жыртқыштар да шөпқоректілерсіз жойылады. Бұлайша айтқанда бұтымызды жабатын жапырақ та болмайды. Аралардың жойылуы жүк тасымалдау саласына да зардабын алып келеді. Ара жоқ болғандықтан адамдар әлемдегі 70% қолданылатын азықтан айырылады. Сондықтан осы азықтарды ауылдан қалаларға тасымалдайтын жүк тасымалдау көліктері жұмыссыз қалады. Тоқ етерін айтқанда, арасыз аман қалу қиынға соғады. Альберт Эйнштейннің айтуынша, бұл жәндіктердің жойылуы жерге метеориттің соғылуымен тең. Адам ауасыз 3 минут, сусыз 3 күн, азықсыз 3 апта, ал арасыз 3 жыл ғана өмір сүре алады деген пайымдауда бар. Бірақ кей ғалымдар бұл зардапты тоқтатуға болады деп есептейді. Мысалға, Гарвард университетінің инженерлері эксперименталды робот араны ойлап тапқан. Ол тіпті гүлді тозаңдандыра алады. 7 жыл ішінде осы проекті аяқтап шығатынына сенімді. Ал қазірше араларды адамдар алмастыра алады. Қытайдағы Сычуань провинциясында улау себебінен аралар 20 жыл бұрын жойылып кеткен. Соған қарамастан, қолдан тозаңдандырылған жемістерді экспорттайтын ең алып аймақ. Оған қоса азықтың барлық түрі жойылмайды. Алқаптарда бидай секілді дәнді дақылдар, ал суда балықтар болады. Бірақ олар арасыз аман қалғанымен, басқа жәндіктерсіз жойылып кетуі мүмкін. Кейбір жануарлар, мысалға кішкентай құстар, бақалар және көптеген қосмекенділер тек жәндіктерді қоректеніп өмір сүреді. Кей балықтар да солай жасайды. Гамбузия, гуппи, медияки, афикия және тағы басқа су тіршіліктері тек маса жұмыртқаларымен қоректенеді. Ал ол болмаса, бұл балықтар жойылады. Одан кейін осы балықтарды жейтін басқа балықтар да аш қалады. Жәндіктердің жойылуы уақыт өте солтүстік бұғылардың да азаюына септігін тигізеді. Жазда бір тәулікте масалар бұғының 300 мг қанын ішеді. Сондықтан бұл жануарлар маса аз, салқын аймақтарды мекендейді. Егер масалар жоқ болса, мүйізділер туындырадан шығып, басқа аймақтарды мекендей бастауы мүмкін. Бұл жерде бұғылар арасыз аман қалған барлық өсімдіктерді жеп тауыстады. Сосын өздері де аштан өледі. Бұғының еті мен терісінен айырылған солтүстіктің адамдары онсыз да адам көп шоғырланған оңтүстіктерге жер ауыстырады.
Қара торғай, сары шымшық, балшық құс, бұлбұл құстары да жәндіксіз жойылады. Американдық энтомолог Томас Эрвиннің зерттеуінше, жәндіксіз қалған әлемде жыл сайын 10 мыңға жуық флора мен фауна түрлері жоқ болады. Оларсыз азық тізбегінде ең жоғарыда орналасқан адамдар да аш қалады. Тіпті жәндіктер тасымалдайтын аурудың жойылуы да экожүйенің тепе-теңдігін бұзады. Инфекциялы аурулар тіршіліктің популяциясын реттейді. Жәндіктерсіз экологиялық зардаптардан да құтыла алмаймыз. Олар шырмауықтар мен арамшөптерді азайтады және жануарлардың өліктерін шіртеді. Жәндіксіз шырмауықтар көбейіп, жерде жануарлардың сасық өлігі қаптайды. Бұл тезек қоңыздың саласы нәжістерді тазалау. Осы қоңызсыз ормандар мен алқаптарда жануарлардың нәжістері толы болады. Оның салдары жануарлар мен өсімдіктердің өлуі. Ондай жағдай 20 ғасырда Австралиядағы шаруа алқабында орын алған. Осы аймақта белгісіз себептермен тезек қоңыздары жоғалып кеткен. Африка мен Азияның тұрғындары жәндіктердің кесірінен кіре алмай жүрген ормандар мен батпақтарға енеді. Жаңа аймақта мекендеу үшін адамдар ормандарды шауып, батпақтарды құрғатады. Оның салдары экологияның нашарлауын туындатады. Құрғақшылық пен ауа ластануы көбейеді. Азық-түлік толған дүкендер бос қалады. Барлық азықтың бағасы күрт қымбаттайды. Жағдайды қалпына келтіреміз дегенше, жердегі адамдардың 90% аштықтан қырылады. Жоғарыда айтқан робот араның арқасында өсімдіктерді тозаңдандыру салдарынан азық-түлік бағасы 30%-ға көтеріледі. Ақшасы жоқ аш адамдар арасында соғыстар басталады. Тоқ етерін айтатын болсақ, біз зиян деп ойлап жүрген кішкентай жәндіктер болмаса, адамзат жойылуы мүмкін. Ешкім масасыз мәз болып, жағалауда демала алмайды. Барлығы азық табу амалын іздейді. Соңғы кездері көптеген табиғатты қорғау ұйымдары осындай жағдайды туындатпас үшін күресуде. 2009 жылы Араларды қорғау ұйымы құрылған және Біріккен ұлттар ұйымы 20 мамырда Аралар күні деп белгілеген. Ал біз өз кезегімізде бау-бақшадағы пайдалы жәндіктерді қорғауға тырысуымыз қажет. Ермек үшін құрт-құмырсқаларды өлтірмей, қамқорлық танытыңыз. Алланың жаратқан жәндіктері бостан бос емес. Барлығы бір-біріне қажет. Қоршаған ортаны бәріміз бірге қорғайтын болсақ, болашақ ұрпақ рахатын көреді. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Осындай пайдалы ақпараттарды достарыңызбен бөлісіңіз. Қолдау көрсетіп, арнаға жазылып löпіл басыңыз. Келесі қызықты видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.